Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Ләззат Әлібекқызы және Тіл Тайм тұрақтайдырым. Бүгін біз сіздермен танысу тақырыбы жайлы айтатын боламыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Ләззат Әлібековна, и это рубрика Тіл Тайм. Сегодня мы с вами будем говорить о теме знакомства. Танысу үшін бізге кезекті сөздер қажет. Для знакомства нам нужны определенные слова. Мысалы, сенің атың кім? Как тебя зовут? Сен, ты, сенің, твой, твоя, твое, ат, имя, сенің атың кім? Как тебя зовут? Менің атым Ляззат. Меня зовут Ляззат. Мен – это я, менің, мой, моя, мое. Ат, имя, и в итоге мы говорим менің атым и говорите свое имя. Менің атым Ляззат. Ал енді әңгімелесушінің жасын білейік. Теперь попробуем узнать возраст нашего собеседника. Сенің жасың нешеде? Сколько тебе лет? Жоғарыда айтып өткеніміздей, как уже мы упомянули, сенің, твой, твоя, твое, жасың, возраст, нешеде, сколько. Сенің жасың нешеде, сколько тебе лет. Сұраққа былай жауап береміз. Отвечаем на этот вопрос. Мен 23 жастамын. Мне 23 года. Мен, я 23 жастамын, лет, возраст. Ал енді әңгімелесушімен жақынырақ танысайық. Давайте познакомимся с собеседником поближе. Сен кім болып жұмыс істейсің? Кем ты работаешь? Сен, ты, кім, кто, кем, жұмыс істейсің, работаешь. Сен кім болып жұмыс істейсің? Кем ты работаешь? Мен мұғалім болып жұмыс істеймін. Я работаю учителем. Мен, я, мұғалім, учитель, болып істеймін, работаю. Таныстығымызды қалай аяқтаймыз? Как завершим наше знакомство? Танысқаныма қуаныштымын. Рада знакомству. Қуаныштымын. Рад, рада. Танысқаныма қуаныштымын. Рада знакомству. Бүгінгі сөздерімізді пысықтайық. Менің артымнан қайталаңыздар. Давайте закрепим сегодняшние наши слова. Я говорю, а вы повторяйте за мной. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Менің атым Ляззат. Сенің жасың нешеде? Мен 23 жастамын. Сен кім болып жұмыс істейсің? Мен мұғалім болып жұмыс істеймін. Танысқаныма қуаныштымын. Өте жақсы. Осымен бүгінгі біздің Тіл Тайм айдары аяқталды. Келесі кездескенше Ләззат Әлібекқызымен бірге қазақша сөйле.